Қайырлы күн шеберлер. Шляпа тоқу үшін бізге рафия жібі керек. 250 метр, бір моток жарайды. Ригелин 1 метр, 3,5 және 4 немесе 4,5 крючок. Маркер белгілеп отыру үшін, егер маркер жоқ болса, невидимка, тереуіш, немесе кез келген өзіңізге ыңғайлы затты қолдануыңызға болады. Ал тоқуды бастайық, сіздерге сәттілік. Шляпа тоқуды амигуруми кольцосынан бастаймыз. Бұл кольцоны қалай тоқитын білмесеңіздер, менің инстаграм парақшамда видео сабақ бар. Осы YouTube каналда да бар. Яғни амигуруми сақинасына 6 баған тоқып аламыз. 6 жай баған. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жіпті ұшынан тартып бекітеміз. Енді осы 6 бағанның әрқайсысына 2-2 жай бағаннан тоқимыз. Яғни жіп қосамыз. Міне біріншісі. Міне екінші қатардың бірінші бағанын тоқыдық. Маркермен белгілеп кетуімізге болады, егер шатасып қалам десеңіздер. Невидимкамен өте ыңғайлы. Бірінші бағанын тоқыдық. Енді дәл осы жерге тағы екіншісін тоқимыз. Келесі, мынау бірінші қатардың екінші бағанның үстіне тағы 2 тоқимыз. Яғни үшінші және 4-ші бағандарды тоқимыз. Келесі 5 пен 6-ны бірге тоқимыз. 5, 6. Енді қолдарына крючокты жаңадан ұстап отқандар бар болса, сіздерге тағы дұрыстап көрсетіп кетейін жай баған тоқуды. Бірақ менің инстаграм парақшамда бар. Видео сабақтар бар, қысқа қарап алсаңыздар болады. Жай баған тоқу үшін крючокты кіргіздік, жіпті іліп шығардық. Крючокта 2 ілмек болды, сол екеуін бірге тоқып аламыз. Міне, осы жай баған деп аталады. Так, бұл бізде нешінші болды? 3, 4, 5, 6, 7-ші болды. 8-шінде дәл осы жерге крючокты кіргізу арқылы дәл осы жерге 8-ші бағанды тоқимыз. Енді келесісіне міне жаңадан ілмекке крючогымызды кіргізіп 9 пен 10-ды тоқимыз. 10. Міне бірінші қатардың соңғы ілмегі қалды, 6-шы. Соған 11 мен 12-ні тоқимыз. Сонда біз бірінші қатардың әрбір бағанына 2 бағаннан тоқыдық. Барлығы бізде 12 баған болды екінші қатарда. Міне екінші қатарымыз аяқталды. Сіздерде де дәл осы жерге келгенде 12 мен аяқталу керек. Егер дұрыс болмаса, жетпей қалса 11 болып, немесе асып кетіп жатса, онда сіздерде бір жерде қате кеткен болады. Қайтадан қатеңізді тауып дұрыстап тоқисыз. Белгімізді аламыз. Енді 3-ші қатарды бастаймыз. 3-ші қатарда біздер әуелі жаңағыдай жіп қосамыз, яғни 2 бағанды қатар тоқимыз. 1, бұны белгілеп кетеміз. Бұл 3-ші қатардың басы. Дәл осы жерге 2-шін тоқимыз жаңағыдай. 2 бағанды қатар тоқыдық. Енді келесі 3-ші бағанның жалғыз өзін тоқимыз. Міне, бір өзін бір ілмекке тоқимыз. 3 болды. Енді 4 пен 5-ті жаңағыдай бірге тоқимыз. 4, дәл осы жерге 5. Ал енді 6-ны бөлек тоқимыз. 7 мен 8-ді бірге тоқимыз. 7, 8, 9-ды бөлек тоқимыз. Яғни көріп отырғандарыңыздай біз чередовать етіп жатырмыз. 2 бағанды бір тоқимыз, 1 бағанды жалғыз тоқимыз. 2 бағанды бір тоқимыз, біреуін жалғыз, екеуін бір, біреуін жалғыз. Дәл осылай чередовать етіп, соңына дейін келеміз. Сонда бізде барлығы 18 баған болады. Міне соңғы 18-ші бағанымызды тоқыдық. 18. Енді бізде келесі 4-ші қатар басталады. 4-ші қатарда біздер тағы да жаңағыдай прибавкадан бастаймыз, яғни жіп қосамыз. 2 бағанды қатар тоқимыз, яғни прибавка деген. Екеуін қатар тоқыдық. Енді 2 бағанды жеке-жеке тоқимыз. 2-ні тоқыдық, енді 3-ті бөлек тоқыдық, және 4-ті де бөлек тоқимыз. Енді келесі 2 бағанды бірге тоқимыз.
жыппаған деп те айтуға болады. Бұны түсініктіргісіне жыппаған тоқимыз. Жып деген екеуі, яғни екеуін бір жерге тоқсақ, оны жыппаған дейміз. Ал келесі тақпаған. Яғни тақпаған дегеніміз жалғыз өзі бір жерге тоқылады. Бір тақпаған, және келесі тағы тақпаған. Яғни біз бұл жерде бір жыппаған, екі тақпағаннан чередовать етеміз. Міне, енді жыппаған тоқимыз. Жып, яғни екеу тоқыдық. Енді тақпаған, келесі тағы тақпаған. Санап отырсаңыздар болады. Міне, 1 мен 2-ні бірге тоқыдық. 3, 4 бөлек, 5 пен 6 бірге, 7, 8 бөлек, 9 пен 10 бірге, 11, 12 бөлек. Енді 13 пен 14 бірге, осылай санап отырсаңыздар болады. 15, 16 бөлек. Осылайша соңына дейін барамыз. 17, 18. Осылай соңына дейін келгенде сіздерде 24 баған болады. Міне, 4-ші қатарда барлығы 24 бағанмен аяқтадық. Енді келесі 5-ші қатар тоқимыз. 5-ші қатарды біз тақпағандардан бастаймыз. 3 тақпаған тоқаламыз. 1, белгі қойып кетеміз. 1, 2, 3. Міне, 3 бағанды жеке-жеке тоқыдық, тақпағандар. Енді жыппаған тоқимыз. 4, 5. Тағы 3 тақпаған. 6, 7, 8. Енді жыппаған 9 пен 10. Осылайша 3 тақпаған, 1 жыппағанмен шетіне дейін келеміз. Сонда барлығы бізде 30 баған болу керек. Мінекей, жыппағанмен аяқтадық. 5-ші қатарды барлығы 30 баған болды. Енді 6-шы бағанды тоқимыз. 6-шы бағанда 1 жып тақпаған тоқимыз. 1-ші баған тоқыдық. Бірінші баған тоқыдық. Енді жыппаған тоқимыз. Яғни прибавка жасаймыз. 1, 2. Міне, 3 болды барлығы. Енді 4 бағанды тақ тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Енді осылай 5 рет қайталаймыз. Яғни 1 жыппаған, 4 тақпағанды 5 рет қайталаймыз. Міне, 1 рет тоқыдық. Бірінші әуелі 1 бағанды бос тоқып алдық, жалғыз өзін. Одан кейін 1 жыппаған тоқыдық. Енді 4 бағанды жеке-жеке тоқыдық, тақпаған. Енді тағы да жыппаған, 4 тақпаған қалып 5 рет. Енді 4 рет қайталамыз. Біреуін тоқыдық, енді 4 рет қайталаймыз. Яғни қазір жыппаған. Схемадан қарап отырып шатаспай тоқисыздар. Жыппаған, енді 4 тақпаған. 1, 2, 3, 4. Яғни екінші рет қайталадық. Жыппаған мен 4 тақпағандар. Енді 3-ші рет жыппаған. Енді 4 тақпаған. 1, 2, 3, 4. Міне, 3-ші рет қайталадық. Енді тағы осылай 2 рет қайталаймыз. Жыппаған, 4 тақпаған, жыппаған, 4 тақпаған. Міне, солай 2 рет қайталадық. Енді 1 жыппаған тоқимыз. Жыппаған. Қалған 3-уін тақпағандар тоқимыз. 1, 2. Бұл соңғы 3-уі тақ болды. Сонда бізде барлығы 36 баған болады осы жерге келгенде. Бітіргенде дәл осылай 3 тақпағанмен бітуі керек. Осы жерге келгенде. Егер олай болмаса, сіздерде онда мына жақта бір қате жіберген боласыздар. Сол қатені тарқатып тауып алу керек. Енді 7-ші қатарға келдік. 7-ші қатарда 5 тақпағанмен бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 тақпаған, енді 1 жыппаған.
6 мен 7-ні бір жерге тоқимыз. Осылайша 6 рет қайталаймыз соңына дейін. 5 тақпаған, 1 жұппағанмен мына жерге дейін келеміз, сонда барлығы 42 баған болады. Қатарға келдік. 8-ші қатарды біз 2 тақпағанмен бастаймыз. 1 белгі қойып кетеміз. 2. Енді 1 жұппаған. 1 2 және 6 тақпаған тоқимыз. 1 2 3 4 5 6. Енді осылайша тағы 4 рет қайталаймыз. Яғни 1 жұппаған, 6 тақпаған, жұппаған, 6 тақпаған, жұппаған, 6 тақпаған деп тағы да 4 рет тоқимыз. Сонда барлығы осыны 5 рет қайталаймыз. Міне біреуін тоқыдық, енді тағы 4 рет. Міне 5 рет қайталадық. Енді 1 жұппаған тоқимыз. Енді қалған 4-теуін тақпағандар тоқып қатарды аяқтаймыз. Қатарды аяқтадық. Енді келесі 9-шы қатарда 7 тақпаған тоқимыз. 2 3 4 5 6 7. Енді 1 жұппаған тоқимыз. Яғни 8 пен 9-ды бірге тоқимыз. Осылай 6 рет қайталаймыз қатардың соңына дейін. Сонда бізде барлығы 54 баған болады. Міне 10-шы қатарға келдік. 10-шы қатарда 3 тақпағанмен бастаймыз. 1 белгі қойып кетеміз қатардың басына. 2 3. Енді 1 жұппаған, 1 дәл үш жерге екіншісі және 8 тақпаған. 1 2 3 4 5 6 7 8. Міне осылай 5 рет қайталаймыз. Яғни енді тағы 4 рет 1 жұппаған, 8 тақпаған, жұппаған, 8 тақпаған деп 4 рет тоқып келеміз. 4 рет тоқып келдік. Енді 1 жұппаған. Енді қалған 5-еуін тақпағандар тоқимыз. 1 2 3 4 5. Енді 10-шы қатарды аяқтадық. Бізге бұл шляпаның төбесі, бұл шляпа 54-56 размерге келеді басының. Осы төбесі 17-18 сантиметр болса болады. Менде мен қазір 10-шы рядты бітіргенде 17 сантиметр болып тұр. Қазір тағы бір ряд тоқимын, сонымен жарайды. Сіздерде басқаша болуы мүмкін. Осы 10-шы қатарды бітірген кезде себебі әркім тоқу әртүрлі да. Кейбіреулер тығыз тоқиды, онда мынау кішірек болуы мүмкін. Бос тоқысаңыз мынау үлкендеуі мүмкін. Крючокқа да байланысты. Егер сіздер 3,5 крючок таба алмай, басқа 3-ші номерлі немесе 4-ші номерлі крючокпен тоққан болсаңыз, онда да мынау диаметрі басқаша болып шығуы мүмкін сіздерде. Сондықтан өлшеп қойыңыз. Егер 54-56 размер шляпа жараса сізге, осы 10-шы қатарда, міне 17 18 соның арасында болса болады. Қазір біз тағы бір ряд тоқимыз, сонымен 18, яғни соңында 18-17 сантиметр болса болады. Енді қазір мен соңғы рядты тоқимын өзімде, 11-ші рядты тоқимын, сонымен аяқтаймын. Бірақ мен видеоның астында схемада 13, 14, 15-ші рядқа дейінгі схемалар жазып қоямын. Егер сізде мынау кіші болып жатса, әрі қарай сол схема бойынша жалғастырып тоқисыз, ешқандай қиындығы жоқ. Енді ригелин саламыз. Ригелинді біз 2-ге бөлсек болады. Мынандай ригелинді сатып алған. Қақ ортасынан 2-ге осылай жіңішкелеп бөлесіздер. Міне қиып алдық осылай жіңішкелеп. Енді осыны мынаған қосып тоқимыз.
былай қоямыз да. Осылай қойып, сәл былай артығырақ шығарамыз. Мына шамалы артығырақ шығарып, осылай қосып тоқимыз. Енді бұл бізде 11-ші ряд, 11-ші рядта, 11-ші қатарда біз 9 тақпаған және бір жұппағанмен тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Енді бір жұппаған. Осылайша 6 рет қайталаймыз, білесіздер уже. Сонда барлығы бізде 66 баған болады. Осылай тоқышамыз. Міне шетіне жақындап қалдық. Енді қараңыз. Жаңа біз мына жерде артығымен қалдырып бастадық қой. Енді соған жақындаған кезде екеуін бірдей қылып қиямыз. Яғни осылай артық кетпейтіндей қылып, осылай екеуі бір-біріне беттесетін қылып қиып тастаймыз. Қиған жерден жалбырап мынандай болып шығып кетеді, ол ештеңе етпейді. Жіңішке регелендер де болады, 3 мм-лік. Сондай болса, оны қимайсыз, солай сала бересіз. Менде мынау 1 см-лік болғандықтан мен жартыға бөлдім осылай. Так, осылай мына екеуі бір-біріне былай келтіріп қиямыз. Артық қалдырып келгенбіз. Енді мынаны осылай тоқып жібереміз, міне. Екеуі бір-біріне беттесіп келіпті, міне. Тоқып жібереміз. Міне аяқтадық 11-ші қатарды. Енді бір қатар соединительный столбиктермен, яғни мындай баған емес. Қазір көрсетем, қалай тоқитынымызды. Ол үшін крючокты ауыстырамыз. Менде 4,5, 4 болса да болады. Сәл жалпақтау болу керек, тарылып қалмау үшін. Соединительный столбики деген, крючокпен жібімізді шығарып алдық қой. Енді бүйтіп баған тоқымаймыз, тек осыны былай өткізіп аламыз. Біреу, екеу. Біз міне басын бастап, қайдан бастағанды біліп кетеміз. Так, шатасып қалмау үшін да, екінші, 3. Бұл жерде санамай-ақ қойсаңыз да болады. Осылай бір айналып шығамыз. Мына жерге дейін. Міне аяқтадық. Мына әрбір ілмектердің барлығы бірдей болғанын қадағалаңыздар. Яғни біреуі үлкен, біреуі кішкентай болып тұрса, әдемі болмайды. Себебі бұл жиегі көрініп тұрады. Так, енді жібімізді қиямыз. Шығарып аламыз да. Енді мынаны білдіртпей қосуымыз керек. Ол үшін келесі ілмектен крючокты осылай өткіземіз да, мына жіпті шығарамыз. Так, енді мына жерге қайтадан кіргіземіз. Ол үшін крючокты енді мына жақтан кіргіземіз, астынан былай кіргізіп, мына ілмектің мына ортасынан. Мына жіңішке крючоктан. Көрдіңіздер ме? Осылайынан, яғни мына өрімнің қақ ортасынан шығарып, крючокты осы жерден жіпті кейін қарай шығарып аламыз. Сонда мынауда былай өрім сияқты болып кетеді. Осылай өрімге кетеді. Енді мынаны артық жіпті арасына бүйтіп өткізіп жіберсек болады. Осылай араларына өткізіп жібереміз. Осылай өткізіп жібереміз, артығын қиып тастасақ болады сосын. Міне қалпақтың төбесі дайын болды. Енді бұны
оттекпен шамалы бастырып жіберу керек. Ол үшін хб матаны сулап, астынан да үстінен де қоямыз, яғни суланған хб матаны мынаның ортасына нені қойып, төбемізді қойып, осылай үстінен оттектеп жібереміз. Сонда ол тегістеледі.